Бүгін көрісі күні мерекені киногерлер жаңғыртты. Амал мерекесін тойлап, әрі киноиндустриядағы мәселелерді талқылау үшін бас қосты. Олар қандай проблема шешпек? Көрейік. Қазақы колорит, халық әндері, Наурыз көже. Кино көрісу шарасына бас қосқан киногерлер іске кіріспес бұрын мерекені ұлықтады. Амал мерекесі құтты болсын. Осы мерекені тойлайсың ба? Тойлайым, әрине, бүгін кешке қарай. Кешке? Иә, кешке. Шын айтсам, енді қатты тойлаймыз деп айта алмаймын, бірақ бір-бірімізді көрген кезде құттықтап, неке осы шараларға келіп, ұлттық киім киіп жүруге тырысамыз. Кейіннен ғана жанданып жатқан мерекелердің бірі деп айта аламын, өйткені бала күнімізде баяғыда шыны керек бұл мерекені онша білмедік. Негізі осы мерекені тойлап жүргенімізге соңғы 2 жыл болды. Оған дейін бұл мерекені тек батыста ғана көретін. Бір жасыңызбен құттықтаймын. Амал мерекесі құтты болсын. Я родился в Атырау. Мен Атырауда дүниеге келген. Батыстың дәстүрін Алматыға алып келдім. Енді кино нарықта да осы салтымызды ұстанғым келді. Амал мерекесіне жиналғанмен киногерлердің мақсаты басқа. Мамандар ортақ алаңда нарықтағы мәселелерді талқыға салды. Медиа тұлғалардың пікірінше киноиндустрияда проблема жетерлік. Ең басты мәселе бірігу керек. Әйтпесе қазір бізде жеке компаниялар өте көп, кино түсіріліп жатыр, мемлекет тарапынан ақша бөлініп жатыр, бірақ ондай қатты результат көріп жатқан жоқпыз. Түсініспеушілік ол ең бір басты проблемамыз шығар. Түсініспеушілік әсіресе кино саласындағы осы жастар мен үлкен кісілердің арасындағы түсініспеушілік. Ол жаңағы кино залдардан басталып, осы актерлердің құқығы тағы енді көп, шын айтсам. Отандық фильмді дамытпай жатқан бір үлкен мәселе, ол бізде әділеттік жоқ. Әділеттік неге жоқ? Бізде кинотеатр мен жаңағына прокат жасайтын компанияларды қадағалайтын ортақ база жүйе жоқ. Ол енді ол міндеттеме мемлекеттің міндеті. Бүгінде ұлттық киноны қолдау орталығы Қазақ фильмсінде мемлекеттік кино студиялар жұмыс жасап жатыр. Алайда олар жеке студиялармен коллаборация жасамаймыз дейді. Қазақ киносын жалпы бірге көтеру керекпіз деп ойлаймын. Ол тек қана мемлекеттің ғана немесе құзырлы жәндегі мекемелердің ғана міндет емес. Ол жалпы осы киноға қатысы бар немесе жайда көрермен болсын, барлығы осы қазақ киносын көтеруде атсалысу керек деп ойлаймын. Қазақ фильм кинокомпаниясы неге коммерциялық жобалармен жұмыс істемейді? 19 жылы заң қабылданды, кино заңы. Сол кино заңында өкінішке орай қазақ фильмнің статусы мүлдем қарастырылмаған. Дәл осы мәселелерді шешу үшін бас қосқан киногерлер алдағы уақытта бірігуді көздейді. Мақсат Қазақстан шекарасынан асып шетелдік кино нарықты жаулап алу. Для того, чтобы завоевать кинорынки, киномир, надо... Кино нарықты жаулап алу үшін біз бірігуіміз қажет. Бірігіп, не істейін деп жатсыздар? Кино түсіреміз, сериал түсіреміз. Тек қазақстандық кино нарыққа емес, Қытай, Еуропа, Индия, тіпті ақш пен ТМД-ның нарығына жұмыс істейтін боламыз. Ұсыныстар келіп жатыр ма? На самом деле очень много запросов. Ұсыныстар өте көп. Еуропаны алатын болсақ, бізге түрлі платформалары қызығушылық танытып жүр. Paramount ақшта Netflix-пен келіссөз жүріп жатыр. Біздің киноға не қажет қазіргі таңда? Қазіргі біздің отандық фильмдерге ең бастысы өзіміздің менталитет бірінші кезекте. Жаңағы қазақылықтың иісі жоқ болғаннан кейін сәтсіздікке ұшырап жатады деп айта аламын. Өзіңіз енді қазақ кино нарығына үлес қосып жүрген кинопродюсерлердің қатарына кірдіңіз. Не қосқыңыз келеді? Өзіміздің компаниямыздан басқа жанрлы киноларды түсіргіміз келеді. Әрі осы басқа жанрды дамытқымыз келеді. Экшн болсын, нуар болсын, боевик болсын. Өзің актер ретінде қазақ киносының дамуына қандай үлес қосып жатсың? Ол жақсы сұрақ. Қандай үлес білмеймін. Мен жай киноға түсіп жүрмін. Мысалы, Паралимпиец киносын біз бір ай бұрын Германияда көрсеттік, Францияда көрсеттік.
ол да үлес шығар, иә. Сен мәселен Индияда үздік актер атандың. Осы паралимпиадашы фильммен құттықтаймыз. Ол мен үшін де сюрприз болды. Бүгінгі жиын расымен де ерекше өтті. Форматы бөлек. Киногерлер идея алмасып, амал мерекесін ұлықтап, мықты нетворкинг жасай алды. Дәстүрге айналатын тусовка боларына сенейік.